Тоқаев Назарбаевты ерекше мәртебесінен айырды. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы Қазақстан Республикасының Конституция заңының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына қол қойды деп мәлімдеді ақорда сәрсенбіде. Еске салайық, бұған дейін Конституция сот Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заңының күшін жойылды деп тануға жатады деген шешім шығарған еді. Нәтижесінде 13 қаңтарда мәжіліс пен сенат парламентінің бірлескені ортасында Назарбаевтың ерекше мәртебесінен айыруды екі оқылымды мақұлдады. Парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Сайров кейінірек парламент отырысында түсіндіргендей, Назарбаев қарапайым азаматқа тән емес артықшылықтарға ие болды, деді.